Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі пәні 62-ші сабақ. Біздің жобамыз табиғат және біз. Айналамызға көз жіберсек, алуан түсті бояуға малынған сұлу көріністі байқаймыз. Ол суреттің ішіне ағаш та, бұта да, шөп те, өзен, көл де, тау мен тас та кіреді. Бұлардың бәрі сені қоршаған дүние немесе табиғат деп аталады. Осы дүниенің ішінде сен де барсың. Қоршаған ортаны танып білу үшін оны бақылаймыз. Адам көп нәрсені табиғаттан үйренді. Өсімдіктер мен жануарлардың тіршілігін бақылап, оларды қалай өсіруге болатынын білді. Егін егіп өнім алды. Жануарларды бағып, олардан жүн, сүт, ет алу жолдарын меңгерді. Балалар, табиғаттың байлығы мен сұлулығын қорғаңдар. Мәтіндегі соңғы сөйлемнің айтылу ырғағы мен тыныс белгісіне назар аудар. Қарамен жазылған сөздерді қатыстырып лепті сөйлем құрап айт. Ормандағы ағаш та, бұта да, шөп те, өзен мен көл де, тау мен тас та неткен керемет. Көктемде бірінші болып қандай құс келеді? Көктемде бірінші болып қарлығаш, көкек, қараторғай келеді. Ағаш бұтағын сындыруға бола ма? Ағаш бұтағын сындыруға болмайды. Егер құс ұясын көрсең не істейсің? Құс ұясын көрсем, ұясын бұзбаймын. Орманда от жағуға бола ма? Орманда от жағуға болмайды. Себебі өрт шығу қаупі бар. Бөлме өсімдіктеріне күтім жасайсың ба? Иә, бөлме өсімдіктеріне күтім жасаймын. Көшеде қоқыс тастаса не істейсің? Көшеде қоқыс тастаса, қоқыс жәшігіне апарып тастаймын. Гүлзарда өсіп тұрған гүлді жұласың ба? Жоқ, гүлзарда өсіп тұрған гүлді жумаймын. Туған өлкеңде қандай өсімдіктер өседі? Туған өлкемде жусан, бақбақ, түймедақ, қызғалдақ, терек, қаратал, акация өседі. Табиғат құбылыстар туралы мақал мәтелдер мен жұмбақтар жинастыр. Табиғат пен адам егіз. Бұлақ көрсең көзін аш. Бата менен ел, жаңбыр менен жер көкелер. Бір тал кессең, 10 тал ек. Аспандағы алып топ жарқырайды жарық боп. Ай, бұлт ішінде бұрылады кісінейді. Найзағай. Дәмі де жоқ, түсі жоқ, пайдаланбас кісі жоқ. Су. Табиғатты қорғайық тақырыбында нұсқаулық құрастыр, ондағы сөйлемдердің байланысын сызба арқылы белгіле. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарыңа көрсетіп бағала. Қоршаған ортаны аялайық. Жерге қоқыс тастамайық. Таза ауамен тыныстайық. Спортпен шұғылданып, денсаулығымызды күтейік. Қоршаған нені? Қоршаған ортаны. Ортаны қандай? Ортаны қоршаған. Ортаны не істейік? Аялайық. Ортаны аялайық. Аялайық нені? Аялайық ортаны. Жерге тастамайық. Жерге не істемейік? Жерге тастамайық. Тастамайық қайда? Тастамайық жерге. Қоқыс не істемейік? Қоқыс тастамайық. Тастамайық нені? Не? Қоқыс. Тастамайық қоқыс. Таза ауамен тыныстайық. Таза немен? Таза ауамен. Ауамен қандай? Ауамен таза. Ауамен не істейік? Ауамен тыныстайық. Тыныстайық немен? Тыныстайық ауамен. Спортпен не істеп? Спортпен шұғылданып. Шұғылданып немен? Шұғылданып спортпен. Денсаулығымызды не істейік? Денсаулығымызды күтейік. Күтейік немізді? Күтейік денсаулығымызды. Ал балалар, сөйлемдердің байланысын сызба арқылы белгіледік. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Алдағы сабақтарымызда жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.